общем осылай үй салып жатқаннан кейін үй салу деген оңай емес қой. Сөйтіп ана үйді салған кезде астынан кішкене бір шланг кіретін тесік тастап кетпеппіз. Яғни ол сырттан кіретін суға шлангіге орын қалдырып кетпегенбіз ғой басында салған кезде. Сонымен Құдайға жазып, өзіміз ерекең сырттан, мен іштен сөйтіп қаздық. Ол сыртынан перфоратор ма немен, бір нәрсе бар дырылдатып қазатын. Сондаймен қазып жатыр. Мен әйтеуір ішінен поддержка беріп шамалы қазайын деп қазып сөйтіп шаршап кеткенсің ғой қара терге түсіп. Мына жер подвал ғой негізі. Подвал, оның үстінен пол, сосын кейін үсті кухня болады бұйыртса. Сонымен еще ұстап қоямын ана стенасын дырылдатып отыра сырттан. Шамалы қалды деп қоямын. Сонымен сұмдық болды қара терге түсіп. Ақыры дегенде әйтеуір екі жақтан әйтеуір тесіп шығарып. Сонымен мынандай тесік пайда болды ғой, екі жақтан. В общем, сол үй салу оңай емес. Барлық нәрсеге еңбек, шыдам, төзім керек.